Дүкеннің алдына келген кезде бір жігіт жүрді, шапка киіп алған. Ол Дархан деген жігіт екен. Ол Шерзатпен ерегесіп тұрды. Мен Шерзаттан не болды деп сұрадым. Шерзаттың айтуы бойынша магазинге зарядка алуға келіп едім. Дархан деген жігіт әкесіне дөрекі сөйлеген екен. Шерзат оны көріп тұрыпты, сосын ақырын зарядкасын алып дүкеннен шыққан. Содан кейін Дархан да дүкеннен шыққан. Сыртта сырасын ішіп тұрған. Шерзат оның қасына келіп, аға кетпейсіз бе, әкемен неге дөрекі сөйлеп жатырсыз деп жай сұраған. Сол кезде Дархан дөрекі жауап берген, шешесіне тіл тигізіп балағаттаған. Сол үшін Шерзат оны шыдамай ұрып жіберген екен. Әрі қарай мен жағдайды түсіндім. Одан кейін Дарханға жақындап, не болды бауырым, не керек, қалай шешейік жігітше дедім. Ол маған андай қыламын, мындай қыламын деп сөзге келмеді. Мен оған ертең сау күйде сөйлесейік дедім. Ол сөзге келмей телефонын алып Нұрболға звондады. Нұрболды бұрын бір ауыл болғандықтан көшеде орталықта көргенмін. Шамамен 2-3 минутта Нұрбол деген жігіт гольф маркалы автокөлікпен келді. Олар екеу болып келді. Автокөлікті бір бала басқарып отырды, атын білмеймін. Нұрбол автокөліктен түсіп, мен хуторскиймін, мені танисың ба деген сияқты әңгіме болды. Мен оған 94-пін, Нұрғанат деген мен боламын, осы Азат ауылында тұрамын дедім. Сосын Нұрболмен адам сияқты сөйлесеміз, ішіп алған әңгіме, ертең сөйлесейік дедік. Мен Нұрболға не керек, ақша десең ақша берейік, не болса да ертең шешейік күндіз, мен осы жерде боламын дедім. Сол кезде Нұрбол не жағдай болған сұрай бастады. Мен оған Шерзат Дарханды ұрып жібергенін түсіндірдім, бірақ маған Нұрбол балағаттап боқтап бастады. Яғни сен не правсың деп, мен оған сабырға келейік деп түсіндірдім. Дүкеннен Қаржабай шықты. Ол Нұрболға чек көрсетті, төлем түспеген туралы. Негізі Дархан Қаржабайға өтірік чек көрсеткен екен. Содан дөрекі әңгіме болған екен. Нұрбол менімен ерегесіп агрессиямен сөйлесті. Мен барынша сабырлық сақтап тұрдым. Сол жерде Нұрбол мен өзім төлеймін деп дүкенге кіріп Каспимен өзі төлем жасады. Содан кейін мен Нұрболға ертең кел, ертең сөйлесеміз дедім. Сол жерде Нұрбол жарайды деп қол алысып кетеді. Яғни Дархан жүргізуші үшеуі гольф автокөлікке отырып кетті. Мен Қаржаубай, Шерзат үшеуміз дүкенге кіреміз. Қаржаубай кассаны есептеп жатқан кезде мен өзімнің астымдағы әкемнің Равон-Эрж маркалы автокөліктің кілтін Шерзатқа беріп, үйге қайт дедім. Шерзат сол уақытта сыртқа шықты. Осы кезде гольфпен жаңағы Дархан, Нұрбол және жүргізуші жігіт қайта келді. Олар келген соң қайттан жанжал пайда болады. Нұрбол мен Қаржабай екеуі дүкенге кіріп кетті. Шерзат сыртта тұрды. Осы кезде Дарханмен сөйлестім, ал жүргізуші жігіт менің қасыма келді. Ол маған братан не болып қалды деп, мен Дарханға не керек, ақша десең ақша берейік, ұрам десең мен ұр, бауырымда не бар, ол 16 жаста кішкентай ғой, ақмақтық жасап қойыпты дедім. Ал Дархан болса, ол менің бетімді жыртып тастады деп сол бойы әңгіме айтып тұрды. Сол жерде мен ортадағы үшінші жүргізуші жігітке түсіндіріп айттым. Оған мыналарды алда қайт дедім. Ол жігіт жай тыңдап тұрды. Осы уақытта дүкеннің ішінен Қаржабай мен Нұрбол екеуі жанжалдасып ерегесіп шықты. Мен не болып қалды деп қарап тұрып қалдым. Сол уақытта Қаржабай мен Нұрболдың арасында Шерзат арашалап тұрды. Сол кезде Қаржабай мынаның қолында пышақ бар деп айтты. Мен қайсысының қолында пышақ бар екен деп түсінбей тұрдым. Сөйтсем, Қаржабайдың айтуы бойынша дүкеннің ішінде Нұрбол оған пышақ көрсеткен екен. Сонымен мен ақырындап Нұрболды шақырып, оған бауырым не болып жатыр, шешейік, шешілетін жағдай ғой, ақша десең ақша берейік, дастархан жасап берейік, бауырым үшін жеке кешірім сұрайым деп, одан кешірім сұрадым. Солай сөйлесіп тұрған кезде Нұрбол балаларына звондады. Ең бірінші Чика дегенге звондады. Содан кейін Нұрқиясқа звондады. Тоқтамай звондай берді. Мен сол кезде осы жерде төбелес болатынын түсіндім. Сол себепті Шерзатқа үйге қайт, аман есен қайт дедім. Шерзат жаңағы әкемнің Равон-Эрж маркалы автокөлігін басқарып үйге қайтып кетті. Ол автокөлікке отырып кетіп қалған мен өзім көрдім. Ол жынданып менің айтқанымды тыңдап үйге қайтып кетті. Мен дүкеннің алдында қалдым. Содан кейін мен Нұрболмен қайттан сөйлестім. Оған мынаны ушықтырмай-ақ қояйық, бәрін істеп беремін дедім. Сол кезде Нұрбол бауырым кешірім сұрап тұрсың ғой деп сол жерде тоқтады. Осылай сөйлесіп тұрған кезде Hyundai Accent маркалы қызғылт түсті автокөлік келіп тоқтады. Соның артынан Mercedes Kaban маркалы қара түсті автокөлік келіп тоқтады. Сол автокөліктен басқа жігіттер түсіп бастады. Hyundai Accent'тен 4 не 3 бала түсті. Мерседес автокөлігінен Абзал, Нұрқияс, Шыңғыс, тағы бір бала және 2 қыз шықты. Маған бірінші болып Нұрқияс келеді. Барлығы амандасты. Одан кейін мен дүкеннің алдына қарай жылжыдым. Сол кезде Чика деген, яғни акцент түскен жігіт менімен амандасты. Мен оған сенің түрің таныс қой дедім. Ол менің бетіме қарап, мен шалмын ғой деді. Мен оған ары кетсе 30-да шығарсың дедім. Ол күлді, магазинге қарай кетті және дүкеннің есігін ашып, артындағы жігіттерге делайте деп айтты. Өзі ішке қарай кіріп кетті. Сол уақытта барлығы маға қарай келе жатты. Жаныма қарасам, дүкеннің бұрышында Нұрқияс, сол жерде Ахмет.
ұшам десең алысқа, сезім заман. Ахмет деген баланы жұдырықпен ұрды. Бала есеңгіреп бетонға басы тиіп гүрс етіп құлады, талып қалды. Абзал оның жағасынан ұстап көтеріп тұр екен. Мен сразу ортаға түсіп, Абзалдың қолынан Ахметтің жұлып алып, оған бала ғой, не үшін ұрып жатсың деп айттым. Және Ахметке қаш деп оны жібердім. Ол дүкеннің арғы жағындағы жолға қарай қашып шығып кетті. Бір кезде ана жігіттер маған қарай атыла бастады. Нұрқияс мені қолмен ұрды. Мен оның соққысын өткізіп жіберіп, оған жауап беремін, яғни өзін ұрып жібердім. Соққым Нұрқиястың көкірегіне тиді. Іштен ағам Қаржаубай іштен шыға алмай тұрады. Есікті бір қыз жібермей тұрған екен. Аяғымен есікті тіреп тұрған. Бір қыз машина жақта болды, Мерседестің қасында. Сол кезде пышақ шығып бастады. Яғни Мерседес маркалы автокөліктен келген қыздың біреуі автокөліктен пышақтар алып беріп тұрды. Бірінші Нұрқиястың қолына келді. Мен оларға: жігіттер, бір-бірімізге не қылмай нормально шешейік. Болды, жігіттер, қойындаршы деп айттым. Себебі пышақ көрген соң қорықтым. Нұрқияс маған 2 мәрте пышақты сермеді. Өткізіп жібердім. Бір рет жағынан ұрдым. Нұрқияс құлады алдыма. Сол кезде артында тұрған Абзал маған да атылып келе жатқан. Осы уақытта Шерзат қайдан пайда болғанын білмеймін. Ол Абзалды ұрады. Абзал ары қарай шегінеді. Мен дүкеннің бұрышында тұрғанмын. Сол сәтте маған қалған жігіттер, яғни 10 шақты бала жүгірді. Мен артқа қарай шегініп, сол кезде Шерзат мені құшақтап тартып, қашайықшы Нұрболат аға деп айтты. Мен Шерзатқа: сен қаша бер ақырындап, мен амалдаймын сол жерде деп, мені құшақтап тұрған Шерзаттың қолынан аштым. Сол кезде төбелес басталды. Мен барынша олармен алыстым. Алысып жатқан кезде 10-15 метр жерде жүгіріп бара жатып Шерзат айғалады: Нұрғанат аға, мыналар маған бірдеңе тығып алды деп 3 рет айғайлады. Мен сол жігіттерден қашып жүгіріп барып Шерзатты құшақтадым. Кофтасын көтеріп қарадым. Сол кезде сол жақ арқа тұсынан пышақ кіргенін көрдім. Пневмоторакс болмас үшін жарақатты алақанмен жаптым. Сол жерде айғайлап: жігіттер, тоқтаңдаршы, скорый шақырыңдаршы деп, сол кезде бізге қарай 8 адам келе жатты. Кім болғанын айта алмаймын, қараңғы болды. Шерзатты құшақтап, қойныма тартып, барынша қорғаймын деген оймен денемен Шерзатты жаптым. Сол уақытта келген жігіттер бірінші ұрды, тепті, екеуміздің ортамызды аша алмай жатты. Сол сәтте Абзал оң жақ жамбасыма пышақ тықты. Барынша шыдадым. Екінші рет Нұрқияс оң жақ жамбасыма пышақ тықты. Сол сәтте Абзал пышағын шығарып, 3 рет, 3-ші рет жамбасымнан пышақ соқты. Осы кезде басымнан біреу аяқпен тепті. Оң жақ құлақтың артынан қатты бір темір сияқты бірдеңемен ұрды. Мен сол соққыдан есеңгіреп Шерзатты жібердім. Қараған кезде жеңгем Гүлбара келіп Шерзатты қоршады. Ары қарай есімде жоқ. Есімді жинаған кезде ауруханада болдым. Сұрақ: айтыңызшы, оқиға болған күні сіздің үстіңізде қандай киімдер болды? Жауап: сұр түсті трико, қара түсті кроссовки, қара түсті былғары куртка, оның ішінен сұр түсті джемпер болды, басымда қоңыр түсті шапка болды. Сұрақ: сізге жауап алу барысында көрсетуге ұсынылған дүкеннен алынған бейне жазбаға сәйкес 00:33:44 сағатта бейне жазбаның уақытына сәйкес сіз дүкенге кіріп, әрі қарай Қаржабай және Шерзатпен әңгімелесіп тұрдыңыздар. Осы кезде араларыңызда қандай әңгіме болды? Жауап: мен не үшін ұрды, қалай болған анықтау үшін олардан сұрадым. Сол кезде Шерзат маған жауап берді: Нұрғанат аға, ол мені өзі шешімнен балағаттады. Сол себепті ұрып жібердім деді. Қаржаубайдан: сен қайда болдың, неге қарамадың деп сұрадым. Қаржабай маған басыңнан бастап қалай болған түсіндіріп берді. Яғни дүкенге Дархан деген жігіт келген, сыра алған 2 не 3 бөтелке. Қаржабай оған: уақыт өтіп кетті ғой, сатылмайды ішімдік деген, ол жігіт қоймаған. Қаржабай осыдан құтылмас болды деп сыраны бере салған. Беріп жатқан кезде ол Каспийден төледім деп телеграмнан өтірік чек көрсеткен. Қаржабай оған төлем түспегенін көрсеткен. Осы тақырыпта екеуі де дөрекі сөйлеседі. Қаржабай бопты кете берсін деп ақшаға көз жұмып оны жіберген. Сол кезде Шерзат іште болып, сосын Дарханның артынан сыртқа шығып, оған неге кетпейсің деп әңгіме айтқан. Себебі Дархан бір кіріп, бір шығып телефон зарядкаға қойып жүрген. Осының барлығын Шерзат пен Қаржабай түсіндіріп айтты. Сұрақ: сізге жауап алу барысында көрсетуге ұсынылған дүкеннен алынған бейне жазбаға сәйкес 00:36:49 миллисекунд сағатта дүкеннің ішінде кассаның қасында Қаржабай сізге бірдеңе көрсетіп және түсіндіріп жатты. Айтыңызшы, Қаржабай не көрсетті, не түсіндірді? Жауап: Қаржабай маған ақша түспегені туралы телефонды көрсетті. Ол жерде Анастасияма бірдеңе деген орысша есімдегі кісіден ғана 1000 теңге түскен. Одан басқа төлем болмады. Ал Дархан төлемді кімнен жібергенін білмеймін.
Сұрақ, айтыңызшы, оқиға орнында басына Дархан өзінің сатып алған сырасы үшін ақша төледі ме? Сол жайлы не білесіз? Жауап, төлемеген. Сұрақ, сізге жауап алу барысында көрсетуге ұсынылған дүкеннен алынған бейне жазбаға сәйкес 00:38:55 сағатта сіз дүкеннен шығып, дүкен алдында тұрған Нұрбол және Дарханмен 00:42:16 сағатқа дейін әңгімелестіңіз. Айтыңызшы, осы жерде қандай әңгіме болды? Жауап, олар осы кезде екінші рет келген болатын. Мен сол кезде бауырым үшін кешірім сұрадым. Егер де менің інім қателік жасаған болса, ұрам десең мені ұр, ақшалай десең ақшалай көмек берейін, ертең сау күйде кел, сөйлесеміз дедім. Нұрбол, сендердікі не прав қой, анау мынау деп әңгіме айтты. Дарханда қосылып, бір адам қарасашы, бетімді жыртып тастады, мұрнымды сындырып тастады деп айтты. Мен оған ақша керек па, ақша берейік, еркекше шешейік дедім. Не болып жатыр мына жерде дедім. Мен оларға түсіндірдім, яғни ақша төленбегені туралы. Сосын Нұрбол, болды, ертең келеміз, ақша десең ақша ақшалай қойып бересің деп, не дастархан жайып бересің деп айтып, дүкеннің ішіне қарай кетті. Сол кезде мен сыртта Дарханмен қалдым. Сұрақ, сізге жауап алу барысында көрсетуге ұсынылған дүкеннен алынған бейне жазбаға сәйкес 00:42:26 сағаттан бастап 00:43:00 сағатқа дейін дүкеннің бұрышында Дарханмен әңгімелесіп тұрсыз. Айтыңызшы, осы жерде қандай әңгіме болды? Жауап, мен оған бір ауылдың ішінде тұрамыз. Мен сені танимын, бір-бірімізді танимыз, бет көрісіп жүрген адамдармыз. Айыпқа бұйырма, мына балаларыңды жинастырып қайт дедім. Ертең жағдайыңды жасап беремін дедім. Дарханмен бұрын бір мектепте бір жылдай оқығанбыз. Дархан болса бұлай болмайды деп менімен ерегесе бастады. Мен оған түсіндірдім. Ол түсінбейді. Сол кезде дүкеннің ішінен Қаржаубай мен Нұрбол екеуі ерегесіп шықты. Сұрақ, сізге жауап алу барысында көрсетуге ұсынылған дүкеннен алынған бейне жазбаға сәйкес 00:43:00 сағатта дүкеннен Қаржаубай шықты. Қолында бір нәрсе болды. Оны Шерзат ұстап басына Дарханға жібермей тұрды. Айтыңызшы, Қаржаубайдың қолында қандай нәрсе болғанын көрдіңіз ба, және ол не себепті Дарханға бармақшы болды? Сол жерде Қаржаубайдың тарапынан не айтылды? Жауап, Қаржаубайдың қолында май кесетін пышақ па, әлде вилка ма бір зат болды, нақты айта алмаймын. Қаржаубай Дарханға жүгірген себебі ерегестің барлығы Дархан үшін басталғандықтан. Не себепті адамдар шақырып жатсың, мен ұрдым ба, бауырым ұрды ма, сен баладан таяқ жеп тұрсың деп айтты. Bir келіп кеттің, екінші рет не үшін келіп тұрсың, қолың тряпка ма деп айтты. Сұрақ, сізге жауап алу барысында көрсетуге ұсынылған дүкеннен алынған бейне жазбаға сәйкес 00:50:30 сағаттан бастап 00:50:50 сағатқа дейін дүкеннің алдында сіз ұялы телефон шығарып сөйлестіңіз. Айтыңызшы, сіз кіммен сөйлестіңіз және не жайлы? Жауап, мен жеңгем Гүлбарамен ұялы телефон арқылы сөйлестім. Ол үйде қорқып, не жағдай болған туралы сұрады. Я, бәрі дұрыс, уайымдамаңдар, қазір қайтайын деп жатырмыз деп үйдегілерді сабыр. Бауырым ана жақта қайтыс болды. Аңғал болып, өліс болып, сағат 11:30-да ағам қамдады. Оятып, магазинге кешіп, мен магазинге келдім. Осы жерге келген кезімде жаңағы балалар. Сіз келген кезде қандай автокөлікпен келдіңіз? Мен Равон автокөлігімен келдім. Осы жерге қойдым, мына жерде тұрдым, мен Равон мына жерде. Осыдан жерде ағам машинасы істеп тұрды, мен бос тұрған площадкада. Келдім, енді қанды мұрны ғана тұрдым да. Сөйлесіп осында отырды да балалар шақырып тастады. Сол кезде Нұрбол деген бала келді. Бұл деген бала полицияға былай келді ол. Төмен жақтан жоғарыға келді. Қандай машинамен келді? Гольф автокөлігімен келді. Екі жігіт болып келді. Сосын мен тұрғанда Нұрбол тұрды да өзін таныстырып, мен Нұрболмын, осындай отыр, 95-інде мен таныстырып. Мен айтып, есім осы мен Нұрғанат, амандасып сөйлестім. Мән-жайдың бәрін түсіндіріп айтып, түсіндірдім. Тұрды, өзін төлей салам деп төледі де, машинаға отырып, былай қарай кетті жоғарыға. Мен уже ойландым, болды, бәрі бітті деп ойландым да, мен магазинге бауырымды алып, үшеуміз қайтадан кірдік. Мен мән-жайдың бәрін толықтай білейін, не болды екен деп ішке кіріп, ағаммен сұрап, бәрін сұрап, не болатын еді. Олар қайтадан қайтып кетті. Получается, мына жақтан бұрылып, разбор жасап, қайтадан кетті, қайта жанжал, одан сайын ушыға түсті. Бұл жерде осындай жағдай болды. Сол жерде төбелесіп басталады, получается, олар ерексе, балалар шақырып, балалар келеді. Бірінші мөр сапта көрге, получается, мына жақтан келеді де, мына жерге тұрады, мына жерге тұрады. Бірінші Hyundai акцент былай кіріп тұрады, мына жерге былай Hyundai акцент. Бауырымды үйге қайтарып берген, қайтып береді. Бауырым қайтады, бірісі Hyundai акцентта жаңағы Hyundai осы жерге кетіп қойды. Мен артынан келіп, бірісі капон мына жерге кетіп қойды. Мен ана жерден жаңа балалармен сөйлесіп тұрған.
осының арасынан Равиль деген баланы беріп тартамын мен танимын. Сіз жаңа мына жерге өзіңіздің Равон көлігіңіз қайда қойдыңыз одан? Жоқ, оны қойған жоқпын. Мына жерде бауырыма мен Шерзаттан бері тұрдым. Ол жанжал басталды екінші. Сол Шерзат айтты, сен Шерзат үйге қайт. Кел мен өзім аяқтап бірден кетіп шешемін деп Шерзатқа айтамын. Шерзат қайтады үйге. Немен қайтады? Равон автокөлігін айдайды, үйге қарай қайтады сразу. Болды. Ол кезде жаңағы екінші хабам келген кезде уже Равон жоқ Равон болды. жоқ болды бұл жерде. Бұл жерде Равон болған жоқ. Одан Шерзат қайтады. Мына жерде Шерзат қалай кетті момент қой, Шерзат кетеді. И момент мыналар уже келіп тоқтайды екеуі. Ана жерде мен сөйлесіп тұрамын. Біреумен қай жерде? Мына жерде сөйлесіп тұрамын. Былай осы үйдің айтамын. Нұрбол бар. Жерде Нұрбол бар. Нұрбол бол. Мына Равиль бол. Екеуінде сөйлесіп. Қалас беріп бауырым. Ақша десең ақша жоқ, былай десең былай емдеп беремін, жасап беремін деп осыны қол берді бір-біріне. Все, болды, жігіттер деп майдастайды. Сонымен типа осында сөйлесеміз, шырақта Равиль осы жерде тұрған келді. Күнде акценттің ішіндегі жаңағы балалармен бірге де мен неге жақындайды, получается. Жақындаймын, осы жерде сөйлестім, одан кейін мына жаққа келіп сөйлестім де, и бүйтіп қараймын, мына жерде Ахмет тұрады. Ахмет мына дұрыс жатыр. Осы жерде осылай сөйлесіп тұрады да, жағасын ұстайды. Мен ана жерде көремін ғой, и тұрады да оны ұрады. Получается, мына жақтан келіп, Абзал келеді да, мына жақтан ұрады мен көріп. Ана жерде тұрған. Мен сразу мен ана жерден мына жерге жетіп келемін да, получается, құлайды, адам кетті, басып құлайды дейсің. Мен тұрғызамын да, жігіттерді бүйтіп тұрғызамын да, мына жаққа қарай балалар болып, қашында ары қарай деймін. Мыналармен ары қарай қашады, мен жалғыз қаламын осы жерде. Мен мыналармен жанжалдасып, жігіттерге кетсе балалы не болды, осысына деп жатырмын. Осы қаласында іште не болады, мына жерде көрініп, іште не болады. Мен біріншіден бауырымда ішінде қаржылайды. Мен осылай қарап тұрмын, өзімде ішінен қайта шықсын есімше, шыққанда бірге қашып кетеміз деген сияқты ой болды. Ерекс болып отыр, бір кезде бірақ төбелес басталып, ұрады. Мен арқаға шегімін, үйерде бірінші получается, Нұрқияс тұрам, Нұрқияс отырады да, қайтадан өзіме атылады, мына жақтан Абзал ұрады, мен артқа шегемін, тура осылай шегінген кезінде осы жерде Шерзат келеді. Шерзат ұстайды, тартады артқа қарай. И түстім мен мына жерге түсемін да, и Шерзатты айтамын мен. Шерзат осылай жуамын да, қаш деймін. Шерзат қашады. Жерде Нұрқияс, Азамат, Равиль, олар уже маған қарай атып бері қарайша, уже нерде төбелесу жанжал бастайды, бір екі төбелес болатын. Осы жерде тасталып, осы жерде тастап аламын, біріншісін ұрамын да, и сол моментте Шерзат айғайлайды, Нұрған атаға дейді. Нұрған атаға маған бірнеке тығып алып, осы жерден кейін бір құлап, бір тұрдым, алыстырдым. Жетеді Шерзат, ол кезде жүгіреді, мен орнымнан тұрам, одан қарай жүгірем. Бауырым келеді, айғайлайды, осы жерде болады. И бауырым келеді, осы жерге отырады. Мына жерден бері қарай келеді да, осы жерге келіп отыра қалады. Мен ана жерден уже естимін ғой, айғайлағаннан кейін. Уже мен көріп келеді, ол келеді, отырады, жүгіріп келемін, құшақтаймын. Шерзат не болды деп. И уже жарақатын іздеп бастаймын, қай жерден қанап жатыр. Жарақатын іздеп бастаймын, таппай жатырмын, аузынан қан шығып жатыр. И осы жерде мен айғайлап бастаймын. Тоқтаңдар, жігіттер, мына пышақ тығып алдыңдар деп айғайлап, жан дауысқа шығарып мен айғайлап бастаймын. Осылай отырған кезінде уже көріп, бұлар уже принципиально до конца добьет етіп соға келіп жатыр, оның ішінде Абзал бар, Нұрқияс бар. Кім келеді? Кім бірінші келеді? Біріншісінің Нұрқияс келе жатқан. Қолында мылтық болды. Өлкені құшақтап отырған кейін рискі қарадым. Бірінші болып Нұрқияс келе жатты. Артынан Равиль, Азамат, Абзал, Дархан, Дидар, кім болды? Шыңғыс. Сол балалардың бері қарай келе жатқан. И мен уже түсіндім, что баланы уже добивать етеді. Баламда өзіме татам, жеңгем ар жағынан, жеңгем жүгіріп келе жатқан, мен баланы құшақтап көрдім ғой, жеңгем анасы. Жеңгем жүгіреді, получается мен құшақтаймын, бірінші келеді, бірінші Шерзат тебеді, мен басыншы тартамын өзіме қарай. Одан кейін мені добивать етті, мен жерде уже есіммен танам, получается нерде ұрып жатыр, біреу құшақ тығып жатыр, ұсынып жатыр, былай тығып жатқан. Бір кезде олар мені көрушіні алып, нерде адамдар видеоға түсіріп бастады да, телевизордан.
получается мен ширикті ана жерге алып барады. Ана теректің астында дайын ойдайды. Мына жерде сізге ол пышақ дене жарақаты сізге қай кезде келді? Мына жерде болды, өйткені мен абзал тыққан көрдім. Ол бір рет тықты, мен жіберген жоқпын, екінші рет тықады. Сосын тұрады да уже шығарып, үшінші рет тыққан кезде прям құйымшақтың сүйегіне тиеді да, и сол кезде сездім, кәдімгі жаным алады да. Уже мен басым көтердім. Мына жақтан келетін Нұрқияс былайын ұрады, осы жерден прикладпен ұрады. Одан кейін до конца жерде дайып өтеді. Одан мен сүйреп ана жерге алып баратқан кезде Мына жерде қандай басқа жігіттер қандай әрекет жасап сол кезде? Уже Абзалды айттыңыз, Нұрқиясты айттыңыз, қалғандар не істеді? текпілеп отыр еді, текпілеп ұрып, сонда Кім болды бұл жерде тағы? Шыңғыс болды, Равил болды, Дархан болды, Нұрқияс, Нұрбол, Азамат, Абзал, Дидар, Дархан болды. Осылардың бәрі болды осы жерде. Олардың жаңағы кімнің қолы, біреудің айттыңыз, Абзалдың қолында пышақ көрдім, Нұрқиястың қолында мылтық көрдім дедіңіз. Шыңғыстың қолында пышақ болды. Тағы да кімде қандай? Равилдің қолында сынық бутылка болды, сынған бутылка. Өйткені біріншінде мен ана жақтан қашып кеткен мен ұрды ғой төбемнен. Мен уже мыналардан сытылып кетіп шықтым да, шыққан кезімде сол шығып тұратын мен чекемен арт жағын затылыппен ұрдым. Өйткені мен таспен ұрдым, ол бутылкамен сынған бутылка болды. Қалғандарында пышақ болды. Өйткені мен бері қарай шығып кеткен кезде мен бүйтіп қараған кезде кәдімгі пышақты көресің, жылтыр болып тұр кәдімгі көзім. Өйткені бәрінің қолында, қойнында андай барсеткілер болып пышақ шығарып тастады. Машинадан алып берді еще оған. Кешкі уақытта свет жанады ғой, бұл жерде? Бұл жерде получается свет жанады, получается мына свет жанады. Иә, мына свет жанады. Ана жерде тағы бір свет болды, сол жанады, и былай қараңғы, темный. Мұны жаңағы мен алдын описать еткен шейдің жаңағы тігін заводы. Одан кейін мына жерде құлағаннан кейін қайда сіз сүйреді, кім сүйреді? Уже ары қарай білмеймін, видеодан көремін, что балалар уже сүйреп, Нұрқияс, жаңағы Абзал, Азаматтар уже мені сүйреп, ана жерге апарып уже добивать етіп, до конца ұрып өлтірмекші болған кезде ағам келіп тепкенде, ары қарай қайтадан өзі ары қарай қашқан балаларды алды. Содан кейін балалар типа бәрі қашқан сияқты болып, қаржының артынан қуған сияқты болып, жүгіріп барып, бәрі мына стапта бөлімде отырып, бәрі тұрып. Причем на жрете без сознания уже. Я здесь уже, меня уже здесь выключили. Мен садовщик. Мына жерде уже есің жаңағы дене жарақаты келгеннен кейін, что атладан дене жарақаты есіңізде танып қалдыңыз, иә? Жаңағы Нұрқиястың қолында болған қаруды қолдандың ба, атылдың ба сол? Оны мен көрдім, талай случай басында көрінгенде тек қана атылды. Мен терек тұр ғой, мен бұрышта тұрдым. Есімде бар, жартылай өйткені өшіп барып, қайтадан бейт ана миым есімнен талып барып, уже көріп баратын, сүйреп баратыр ғой. Кім сүйреді сол кезде сізді? Получается, Нұрқияс бар, мына жағымда получается, жоқ, Шыңғыс бар, мына жағымда Азамат екеуі сүйреп баратыр еді, екеуі екі жағымнан, еще біреуі аяғымнан көтеріп уже тартып алып баратыр еді ғой. Есімде бар, бірақ алдымда, что помню, что мына жағымда Шыңғыс, Равил мен Шыңғыс екеуінің біреуі болды, өйткені екеуін де танимын. И мына жағымда Азаматпен бүйтіп есіңге бүйтіп қарап баратқанда ұрып баратыр еді ғой мен. Осы жерде уже до конца дайып өтеді, мен есімді танып тұрса ғой. Жаңағы қару қолданған деді. Получается, мен мына жақта тұрдым. Мына көрінді. Осы жақтан атылды. Сол директор екеуі ортадан атылды. Осы жақтан атылды маған. Мына қай бағытта атылды? Осы бағытта қарай атылды ғой, мына жаққа қарай. Бірақ кім атқан, не атқан, помнишь? Қанша рет атылды? Бір рет атылды. Мен сол бір рет уже арғы есімде жоқ, сол кім атты, не қылды. Өйткені уже төбелес болып кетті. Сіз қай жерде көрдіңіз? Және осы жақтан просто мен получается. Мына жақта осылай тұрып атылды. Осылай тұрып атылды. Бір рет қана атылды. Осы жақтан. Өйткені мен ана бұрышқа түсіп отырмын. Нұрқиястан маған қарай жақтан атылды. Осы жақтан атылды.
получается мен плюс ана жерде тұрамын. Иә. Мына жерде осы жерде көріп тұрдыңыз. Иә, мен ана А мылтық кімнің қолында болды? вот соны көрген жоқ. Бір рет тек қана атылғанын көремін да, уже мына жақтағылар мені ұрып бастайды. Бұл жердегі. Мен ұрып бастаған кезде мен уже артқа қарай шегінемін. Темірді көрдім. Мылтық сияқты. Темір шығады да бүйтіп тұр. Маған қарай. Мен сол кезде осы жерде ұрады. Артқа қарай шегінемін. Былай мен оған кезінде уже алмасып кеткен кезінде уже мен түсінемін, что Шерзат получается ұшып келген да. Ана жерге машинаны қойған. И артынан жүгіріп келіп мені қаққан ғой артқа қарай. Сол кезде түсіндім. Ал машинаны бұлар келген, отырды, бұрған, и ана мына жерде тұтқан, ананы басып кетейін деген ғой. Менің мамамда осы жерде. А сіз нені көрдіңіз ғой, Равон қай жерге қойған? Равон мына жерде тұр, мына Тойотаның бер жағында, получается ол резко тоқтайды ғой мына жерде. Мына жерге тоқтайды. И ол мені көреді, сол мен ұрып жатқанын. Балалар көреді да, Шерзат мені балалар ұрып жатқан. Шерзат жүгіріп келеді де, получается ана жүгіріп келіп мені тарта қарайды. Қашайық деп. Мен оған тек қана қаш деп айтамын. Оған буквально 5 минутта айтамын. 7-8 минут төбелес болады мына жерде. Мен ары қарай шығамын дегенше уже мына жерде уже Шерзат мені шықтап тастаған. Жоқ, басқа отырғаным жоқ. Шерзат машинені мына жерге алып келіп қойды, иә? Сосын сіз айтып отырсыз ғой, бүйтіп бұрып алып кетті. Оны кім бұрып алып келді? Оны мен көрген жоқпын, өйткені бұл маңның ішінде болған балалардың біреуі айдап кеткісі келген ғой машинаны. Мен жүгіремін, машинаға біреу отырады, получается. Кім отырғанын көрген жоқпын. И бұрылады. И мамам мына жерде қалып қояды ғой, получается. Құлайды да алдында. Тоқтап қалады. Мен уже машинаны көрдім, бұрылып барады. Бірақ Шерзат емес еді ол. Мен Шерзат айғайлады. И уже мен бұлай қарай бұрылдым. То есть, получается, мен қарай жүгірдім. Машина бұрылады. Қаңғалдап қойды. Ұшып тастап қалғанда. Мен барып ары шығып. Осы жерде ғой, мен былай қашып, мен осы жерде алмадым. Жоқ, қашып барып мен қашып барып Ол жайлы сұрақ бар. Мына жерде кім сол шығарған? Қай жерде шығарды? мынау телефон менің ортасында тұрды да, ол получается. Ол кім көрген жоқ, мына жақтан тұрды. Ағашпен столдың ортасында ма? Екеуінің ортасында тұрды. Ортасында тұрды. Сол мылтықты кім анау неден алғанын соны көрдіңіз ба? Вот именно что көрген жоқпын, тек қана Қайтып алып келген. Мына жерде былай қарай тұрды ғой, мына жерде. Тек қана адамды ұстайтын мылтықты мына жердегі не? Атылғанын көрдім болған. Кімге ол несі? Маған қарай атылған. Маған қарай бақыттан ғой, өйткені мен мына жерде тұрдым да, бірінші маған қарай бақыттан ғой. Менің алдымда Нұрпес болды, Азамат болды, Абзал болды, үшеуі маған қарай атылып келе тұрады. Мен уже төмен қарай түстім, мына жерде мен өйткені атылды, Нұрпес тұрамын. Атылғанда сол үш кісі қасында. Иә, үш кісі менің жанымда болды, алдымда болды. Өйткені ол не, мен мен ұрам, Нұрпес қайдан отырады да, и сол моментте Шерзат артынан келеді да, Шерзат келіп екі рет тұрады. Анау атқан кісі сосын не істеді? Оны уже мен түсінбей қалдым, өйткені маған қарай не қарай бұрылды, балалардың бәрі, өйткені бәрі жалып кетті сразу маған қарай. И мен уже арым алысып төбелесіп жатқан кезінде уже не жақтан білдім. Мына жерде негізі шам немесе былай видимость қалай болады? Жарық қой, бұл ар жағы жанады, бер жағы жанбайды, мына жағы қараңғы болып тұрады, бер жағы. Ар жағы ғана жарық болады, көше ғана, трасса. То есть мына жерде мысалы түсте тұрған кісіні сіз оны көре алмайсыз? Көре алмадым. Түрін көрген жоқпын, былай бірақ маған қарай темір бұрылды, атылады, мен бұғынамын, мағармен төбелесем, и сол момент жүгіріп келеді, Шерзат Нұрқияс тұрады, видеода тұр, Нұрқияс 2-3 шаг артқа қарай атылады да, одан кейін қайдан өзіме қарай жүгіреді сразу. Алмай жатырмын, мен хабарландыру дедім жаңалықтардың соңында. Бір сағат өтіп кетті, әлі ойланып отырмын, қалай жеткізем, не айтам деп. Енді кеше болған жағдайды айтып берейін мен. Инстаграм парақшасы бар, сол жерде мен сөйлесіп отырам, пікір алмасып, жазған адамдарға жазып, бір жігіт жазып жүрген маған, Дінмұхаммед деген. ПСЖ алғашан ойнайды, осындай деп. Сонымен пікір алмасып жазып жүргенбіз, бір кезде кеше маған бір сурет жіберді, аға мен осындай баламын деп. Мен не істерімді білмей қалдым, не жазарымды білмей қалдым. Көмектесе аласыз ба деді. Ол жағдай енді
білмеймін, өте ауыр, кәдімгідей қабылдадым, мен қатты қабылдадым. Аяқ асты өйткені күтпедім мен осындай баламын деп келіп тұрғанда, жап-жас 16 жастағы бала. Бірден әрине көмектесемін дедім. Қолымнан келгенше мен сенің Каспий голдыңды бәрін жібер салайын. Енді сөйлей аласың ба деп едім. Сөйлей алады екен аздап. Содан кейін видеозвонокқа шықтым. Видеозвонокпен сөйлескенде жүрегім кәдімгідей быт-шыт шығып кетті ғой жүрегімнен. Сондықтан достар, бір қазақтың баласына тамшыдай болсын көмектесейікші. FIFA ойнап жүргендер бір күн FIFA ойнамай қояйық. Суши жеп жүргендер бір күн суши жемей қояйық. Ставка қойып жүргендер бір күн ставка қоймай қояйық. Жалпы бір күн бір нәрсені қысқартып, Димаштың еміне үлкен бір көмек жасап берейікші. Негізі садақа деген саған келе жатқан қауіптің бетін қайтарады екен. Саған келе жатқан жамандықты тоқтатады екен. Сондықтан да достар, Димашқа да өздеріңізге де бір үлкен жақсылық жасасаңыздар. Димаш Ақтауда тұрады, анасы бар, бір қарындасы бар, бір інісі бар. Анасы жұмыссыз, әкесі жоқ екен. Сондықтан достар, қазір мына YouTube'ты көріп отырсыздар, басқа жаққа ауысып кетпей, басқа жерді аралап кетпей, қолдан келгенше 1 минут қана уақыттарыңызды бөліп Димашқа көмектесейік. 1 минут қана уақыттарыңызды бөлесіздер, болды. Садақаның, сауаптың үлкен кішісі болмайды. Әркім қолынан келгенше көмек жасасаңыздар. Мына жерде Димаштың өзінің анасы голды осыған жіберсеңіздер. Біз 10 мыңбыз деп мақтанғанымыздан ешқандай пайда жоқ, ешқандай қайыр жоқ шығар, бір қазаққа көмектесе алмасақ. Сондықтан да Димашқа көмектесейік. Қайта өтінбей қояйын, мен сіздерге сенемін. Барлықтарыңыз жүректеріңізде жылу бар, жанашырлық бар. Себебі сіздер қазақсыздар. Қазақтың қанында бар бір-біріне көмектесу деген. Димаш бауырымызға Алла тағала жар болсын, шипа берсін. Ал Димашқа көмектескендерге Алла разы болсын. Рахмет. Теңіздер шөккен кезде сұралар бәрі, сұралар сол күн, сұралар бәрі, сұралар.